жалғыз аққу. Бұдан асқанын жоғазап, кеудесі зар төгіп жүр. Жалғыз аққу оғажап, жаңарқада неғып жүр. Тұнжыраса ағаспан, жыр жыласа бір көлдім. Сұңқардан адасқан, сұлуыма бір көлдің. Келді мекен өлгелі, әлде мынау таңсықтан. Көлін емес шөлдегі, незде бір шалшықтан. Қашан жаны тыншиды, қорғау әлем қорғылма. Жалғыз аққу сыңсиды, көктің көдің орнында. Күн суытып бірісіп, жылан жалап маңайды. Жапырақтар бірісіп, жаутаң қарайды. Зар боп тұрып тасқынға, кешіп тұрып олайды. Салындының астында сары гүлдер жылайды. Сонша неге қарыстың оқ атыгез тіршілік, жұлым қамыстың жұлымдары тұршығып, өлексесі көрінген нездейді ол өңірден, кездесеме өліммен, қоштасама өмірмен. Сайлаухан Нәкенов 1940 жылы Жазиралы Жаңарқада дүниеге келген. Сонау Қарағашта қара өлеңнің қара керін қамшылаған ақынның есімі әдебиет әлеміне өткен ғасырдың 70 жылдары белгілі бола бастады. 1963 жылы Қара шаңырақ Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін тәмамдаған ол, еңбек жолын Жаңарқа ауданындағы Өркендеу ауылында ағартушылықтан бастайды. Алайда қаламның құдіретіне байланған бойдағы дарын жас Сайлауханды сиқырлы сөздің айдынына жетелейді. Жезқазғанға келген жүйрік ақын тұтас ғұмырын Ұлытау өңірінің әдебиеті мен мәдениетіне һәм ақпарат саласына арнаған. Осыны мен сонау 80-ші жылдардан аяғы 90-ші жылдардан бері білем. Өмірдің бәрі газетте өтті, бірақ керемет ақын екен бұл кісіні. Бір сол бағасын алмай кеткен біздің үлкен аймақтағы ақындардың көшінің басын бастап тұратын азамат. Міне бүгіндер өлеңін оқып отырмыз ғой, ол кісінің көзі тірісінде 2 кітап шықты. 2 жұқа кітап. Бірақ өлең масқара енді. Оқып отырсаңыз, сол кездегі Алматыда гүрілдеп тұрған қазақтың мен деген ақындарының қайсының болсын өлеңімен терезесі тең тұратын тамаша жырларды өмірге әкелген ақын. Бұл кісінің ақындығын қазір енді өзінің шәкірті Жаңарқадан жетектеп келген Алаштың ардагүрең ақыны Ғалым Жайлыбайдың өзі менің ұстазым еді деп керемет мойындайды. Енді мен сол 2002 жылы Ұлытау үніне келдім, март айы. Сонда Сәкен көшеден кездесіп қалып, қош жүрдім, мен үйіне жетектеп апарып, мына кітабы келіп жатыр екен да. Осы кітабына қолтаңба жазып маған ұсынды. Бұл енді менің төрімде тұрған ең керемет кітап. Сонда былай деп маған жаңағы кісі батасын берген екен. 23 наурыз 2002 жылы. Ұлытаудың ұлы, өлеңнің құлы, айтыстың шоңы, сабау тартатындардың соңы, елге әйгілі азамат Мұқашиніме, талантыңды бағала, тұлпарыңды тағала, жырдың жұмағын жағала, өлең құйылсын, төрден орын бұйырсын, тілеуқор ағаң Сайлаухан дейді міне. Маған ең керемет оғыстан қалған ескерткіш осы. Тұма жырларымен, тұнық лирикасымен өзге қаламгерлерден ерекшелене білген шалғайдағы шайыр 1986 жылы Жазушылар одағына мүшелікке қабылданады. Қазақ әдебиетінің классиктерінен зор баға алған Сайлауханның өлең өлкесіндегі тынысы кеңейе береді. Ол қызылды жасылды көзді арбайтын дүние мен даңққа, алдамшы бақ пен мадаққа еш қызықпады. Себебі Сайлауханның сыры сарыарқа, жыры жаңарқа, ал биігі Ұлытау болды. Оның Жақсыкелді Сейіловпен жазған атақты Ұлытауым өлеңі бүгінде ұлт ұясының төл ұранына айналған. Қос таланттың тандемінен туған туындының ұлытаулықтарға ерекше рух беріп келе жатқанына да жарты ғасырға жуықтап қалған. Енді Сәкен деген мен үшін
өзімнің көңілімнен де кетпейтін, жүрегімнен өшпейтін, қасиетті қадірлі сыйлайтын, өзім асқақ бір керемет алдымда керемет қасиетті жан ретінде өзім бағалаймын. Өте және өзі жаңарқа жердің тумасы ғой. Өзінің мінезіндегі қасиетте, өзінің бір келбет жүрісі де, өзінің тұрысы да, кейбір әрекеттерін, кейбір істерін сол Сәкен ағамыздан жұққан бір қасиеттеріме деп ойлаймын. Сәкен сол әрбір топырақ, өзі қанша дегенмен топырақ әрбір адамды өзінің әрбір кезде тудырады ғой. Мысалы Сәкеннің туған кезде керемет ғасыр ғой. Тұманбай, Қадыр, Мұқағали, Фариза, Ақұштап, енді осындай кереметтер, Жұмекен Нәжмиденттер, Шәмшілер, осындай сондай керемет тұлғалардың шыққанысы. Сол ғасыр мен өзімше бір керемет тұлғаларды өз өмірге келтірді деп ойлаймын. Соның бірі, егер Алматыда, Астанада бір жерлерде тұратын болса, Сайлаухан ағамыз сол Тұманбай, Қадырлердің қатарында жүретін ең биік құзыреті де бар. Сондай кісі ол кісі. Сондай биікте, сондай тұғырда жүреді деп ойлаймын. Ұлытаудың әнінің енді жақсы келді өзі шығарғаннан кейін, алғашқы бір 4-5 жыл өзі айтып жүрді, сосын кейін маған өзі айтты. Осы менікі енді лирический, мен өзім даусымды немді білесің ғой. Мынау енді Ұлытауға маған сенің дауыстарың сияқты асқақтық керек, биік қып айту керек, жігерлі, қуатты, кәдімгі табиғаттың бір кененің энергиясын, сондай нелерін беретін бір сондай қуатты дауыс керек. Сондықтан да мен осыны сен айтасың. Бұл менің саған аманатым болсын деді ғой. Содан кейін енді аманат дегенсің қалай аманатқа қиянат жасауға болады. Содан бастап сол айттым. Мен қазірдің өзінде бір 45 жылдың көлемі болған шығар енді осыны айтып келе жатқаныма. Ұлытауға да ризамын, өзіме де ризамын, Жәкеңе де ризамын, Сайлаухан ағама да ризамын. Ұлытаудың киесі шығар, құдіреті шығар әнінің. Осы уақытқа дейін 45 жыл бойы халықтың алдынан осы әлі мені іздейді Ұлытауды айт деп. Тойға барсам да Ұлытауды айт дейді. Өзіме қанша мәні бар, соның бәрін көбінесе айта алмаймын. Барған жерім бәрінде Ұлытауды айт дейді. Кейде шығармашылық адамның жалпы жұртшылыққа танымал болуына бір ғана сәтті шыққан өлең жетіп жатады. Ал Сайлауханның бірнеше туындысы ойлы оқырманның талғам таразысынан табыла білді. Сайлауханның тағы бір қыры қайраткерлік қасиеті. Ақын өзі өмір сүрген ортаның қайраткері болу керек деген пайымды пікірді де парасатпен қабылдай білген жан. Жезқазғандағы өлеңге таласы бар жастардың басын қосып, Құрыш әдеби клубын құрған. Аталған ортадан қанат қаққан өрендер алашқа танымал ақын жазушылар атанды. Сондай-ақ ол өзінен кейінгі буынға ағалық қамқорлық та жасай білген. Толқынды толқын қуады, толқыннан толқын туады деген мағжан жырын ғұмыр жолына шамшырақ етсе керекті. Бүгіс туралы айта кететін бір жайт, мынау халық шығармашылығы және көркемөнерпаздар өнері Ұлытау фестивалін құру жөнінде алғаш әңгіме болған уақытта, сонда ақылдастар кеңесінің ортасында болып, сол фестивальдің ашылуы болуына ықпал еткен және оның Ұлытау үні деп аталуына тікелей қатысы бар тұлғалардың бірі осы Сайлаухан Нәкен. Жалпы Ұлытауды жанындай жақсы көрді. Жақсы келді Сейіліп екеуінің бірлесіп жазған туындысы, ол үлкен шедевр туынды. Енді Сайлаухан ағамыздың бір керемет ағалық қасиетінің бірі,
Ұлытау үні фестивалінде бір топ жас ақындар шоғыры пайда болды. Әнуар Омар, Света Жонкина, Дулат Абилдин, Нұрлан Әбжанов, Бағдатбай Жантаев, Алмагүл Үмбетова, сосын осындай бір топ Жұлдыз Абдуллаева деген, Айгүл Кептербаева деген осы ақындарға керемет қамқорлық жасады. Тіпті сол ақындардың 4-5-еуі, енді бәрін аттарын атамай қойын, 4-5-еуінің Жезқазған педагогтық институтына емтихансыз әңгімелесу арқылы қабылдауына ықпал еткен адамдардың бірі. Біз Жезқазған педагогикалық институтта оқып жүрген кезімізде бұл кісі «Жігер» деген әдеби клуб ашты. Сол екінші курста жүргенде болу керек, ұмытпасам 86 жылы екінші курста оқимын. Марқұм әжем айтып, содан қимастық көңілмен өксіп жүріп өлең жазам ғой, қош бол әже деп. Өзіме ұнады өлең, жұртқа ұнады, сосын келіп газетке берейінші деп. Жезқазған ТО газетінің редакциясына бірінші рет баруым, облыстық газетін кірдім. Кіріп бірінші кабинетке бардым, алдағы тұрған. Өлең әкеліп едім дедім, ана басқа кабинет Сайлаухан деген кісіге бар дейді. Барсам ашсам 2 адам отыр екен, көк түтін, көкала түтін. Есіктен ашып, ақырын аттап басуға именен кіреп, қамсынан қарап сөйтіп. Айналайын, ассалаумағалейкум дедім, жақтың кішіге аттап кірдім де. Не істеп жүрген баласың, не керек айналайын, кімді іздеп жүрсің деді. Сайлаухан ағаны іздеп жүрмін. Не үшін? Өлең әкеліп едім деді. Сонда айналайын, өлең әкелдім деген баладан айналып кетпейсің ба деді. Өлең әкелді бір редакцияның табылдырған аттап тұрған баладан айналып кету керек қой деген әңгіме айтты. Шақырып алып отырғызып қасына оқы өлең деді. Оқыдым, жақсы екен деді, алып қолын алып былай аударып төңкеріп қаратты да, қолмен жазылған ғой енді, қолмен жазылған ақ параққа. Тағы да өлеңдерің бар ма деді. Бар дедім шамалы. Енді сол өлеңдердің бәрін алып келді, топтама қылып беремін деді. Не керек сол менің алдыға тұсауымды кескен сол Сайлаухан әкем деген алғашқы енді Ұлытау өңірінде шығып жүрді ғой газет, аудандық газетте. Студент кезімде, оқушы кезімде беріп жүрдім. Облыстық газетке жалпы ауданнан тысқары басылымға, аудан аумағынан тысқары басылымға алғаш шығуым сол Сайлаухан әкемнің қысқаша сипаттамасымен ақ жол тілегімен шыққандығын өлеңдерім. Соның жанашырлығы сондай, өткенге қаншалық құрмет көрсетсе, өзінен кейінгі бауырларына сондай құрмет көрсете білген адам. Қарымды қаламгер отбасына да адал қызмет ете білді. Ол қыздарын маңдайдағы жұлдыздарына балап, қазақы тәрбиемен өсірген. Ең бастысы, ешкімнің ала жібін аттамаңдар, адал еңбекпен адам боласыңдар деп отырған екен. Ақынның қызы болып, әрине сезінемін. Қонаққа барғанда кейде бір кісілер сұрайды, сонда жаңағы бір суретке түсіп, сізбен де дегенде көңілім көтеріліп, сөйтіп қалады екенсің. Енді қуанамыз, әкеміз ақын болып, осындай аты шығып атқанына. Бірақ мына туған жер әнін айтқан кезде көбіне жаңа жақсы келді сыйлап аталады да, бұл кісі аталмай қалады. Сосы кішкене шамалы қынжылтады мені. Көп адам сол біле қоймайды, жақсы келдің әні дейді да, қоя салады. Сондай нелер бар. Енді әкеміз халық үшін өмір сүрді, адал болды, халық деп жаңағы адал болу керек, ешкімнің ала жібін аттамау керек, адал өсіңдер деп адалдыққа үйретті бізді. Таза андай адал адам болды, өте адал, халық десе жан беретін. Иә, қалай десек те Сайлаухан Әкенов Ұлытау даласындағы жазба поэзияның бастауында тұрған тұлға. Бұл дәлелдеуді қажет етпейтін аксиома. Оның өміршең өлеңдері қарағаштың жазығы мен қара өлеңнің қазығына ат байлайтын, әлі талай жасқа жөн сілтейтіні анық. Ақын жүрек 2008 жылдың қаңтарында 68 жасында мәңгіге тоқтайды.
Сайлаухан Мәкеновтің ақпарат айдынындағы айшықты ізімен кеңінен танысуға біз өңір архивіне арнайы ат басын бұрдық. Ол өзінің бір өлеңінде «Көктемде өттің, жаз өттің, баладай мені мәз еттің, 30 жыл салып өртіне, отына жандым, газеттің» деп ақындық қуатын толық аша алмағанына өкініш білдіргендей. Бір кереметі Сайлауханның жазған мақалаларының өзі өлең болып өріліп, теңеу болып төгіліп тұр екен. Еміс есінде есі ауған ғашықтың, қыркүйектің кешінде күркіреді ашық күн. Қанаттары көпталған сұңқар еді ынтығы, соған қарай оқталған сұлы мергеннің мылтығы. Не болғанын көрмеді, талып қалды сәтте сол, өлді мәлде өлмеді, білмей қалды әттең ол. Қанды қолдар атқанда кетпеуші еді бірі сау, есі ауып жатқанда көрмегенін дұрыс ау. Аққу іздеп барады, сұңқарының елесін, шыңға соғып алады шырылдаған денесін. Сезімі жоқ мергенді, сезген дүние диреткен, жоламайды жергенді, жараланса жүректен. Түк білмейді бабашың, оң болған бізге сен, жерден емес табасың, жұлдыздардан іздесің.